Сәлем достар. Каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін бізде жаңа видео, көріп тұрғандарыңыздай 24 сағат диванда. Иә, міне біз диванды осылай кең қылып дәу қойдық, және бізде екі кресло бар. Біреуі розовый, біреуі көк. Жасмин, көрсетіңізші, Сұлтан Жаси. Міне екі түрлі осындай мишка кресломыз бар. Енді осы диванда екеуің 24 сағат бойы өмір сүретін боласыңдар. Ойын ережесін білесіңдер ма? Иә, мынау диваннан түсуге болмайды. Егер түсетін болсаңдар, ойын аяқталады, хорошо? А мен сендерге 24 сағат бойы обслуживание жасаймын. Тамақ десеңдер, тамақ әкеп берем, ойыншық десеңдер, ойыншық. В общем, іштерін пыса айтасыңдар, хорошо? Шақырған сайын келіп сендерге беріп отырамын сұраған нәрселерімді. Бірінші неден бастаймыз? Ойнайтын нәрседен бастаймыз ба, әлде тамақ қарындарын ашты ма? Бірден жейтін нәрсе әкеп берейін. Тамақ па? Сладости ма или тамақ па? Сладости. Может, тамақтан бастаймыз? Сосын артынан сладости, сөйтейік онда. Ал достармен барып алып келейін. Ал сендер видеоға лайк басыңдар, коммент және де подписканы обязательно, хорошо? Алып кеттім мен онда. Достар, мен балаларға бірінші сұраған нәрсесін алып келдім. Ал, мәндер. Кола, пицца, бізде мына жерде хачапури. Балалармен жеп отыр. Бізде қазір барлығы сабақтан келгеннен кейін қарындары ашып тұр балалардың. Сол себепті бірінші очередте біз пицца мен осындай хачапури бердік. Ұнап жатыр ма? Дәмді ме екен? Мықты дәмді. Саған пицца ұнай ма или хачапури ұнай ма? Пицца? Екеуі де ма? Пицца и кола. И кола, и картошка фри. Картошка фри ұнайды екен. Сұлтан, сағанша? Барлығы? Даже брокколи. Брокколи? Сұлтан брокколи жақсы көреді, и хачапуриді всегда жақсы көреді осындай. Сырмен часто сұрайды. Енді пиццаны барлығы жақсы көреді шығар, иә? Жақсы көрмейтін адам жоқ шығар. Кола қойып берейін ба? Давайте қазір ашып берейін. Кола. Мен алмай көрейін. Мен көрсетіп тұр. Балалар түспей отыр диванда. Енді осы жерде еще ұйықтайсыңдар сендер. Иә, осы диванда ұйықтайсыңдар бүгін. Сұлтан, Жасмин, сендер енді тамақтарыңды жеп тойып алыңдар, иә? Сосын мен сендерге осыдан кейін уақыт өткізу керек қой, иә? Бір нәрсе іштерін пыспайтындай бір нәрселер әкеп берейін, иә? Сендер пока жей беріңдер. Қазір мен айналып келем. Орындарынан түспеңдер диваннан, болмайды. Хорошо? Ескертіп қойдым, әйтпесе ойын бітіп қалады. Достар, мен мына жерде балаларға арнап, мені іш пыспас үшін бірнеше зат алып келдім. Мені алыңдар. Көрсетіңдер ал, не бар екен. Давайте бәрін ашып көрсетейік. Бұл жерде бізде 3D ручка, екеу. Мынау нелері ішіндегі, в общем, запасында жасайтындары. Мынау Жасминге ішінде тоже 3D ручкасы. Мынандай маркер. Маркер ма не дейді? Фломастер, е? Сосын мынандай кітап. Күшті кітап негізі мынау. Қызық кітап ішінде бүкіл адамның ақырын мозгына барлығын ашып көрсе болады. Барлығын былай ашады. Первое, правое, левое полушарие деп. Барлығы ашылады. Оқып отырсыңдар, қызық. Сұлтан уже кітап жақсы оқи алады. 3-ші сыныпта. Жасмин 1-ші класста оқи аласың ғой, иә? Іштерін пысып атса, осыны оқысаңдар болады. Қызық кітап. Секреты человека деген. Сосын ана пластилинге арналған осындай кітап мына. Ішінде тоже қарап бір нәрселер жасасаңдар болады. Ежик жасасаңдар болады. Так, не бар тағы? Мін пингвинчик бар, динозавр. В общем, көп мынандай нелер бар. Зайчиктікі. Іштерін пысса, осы пластилиннен қарап отырып істесеңдер болады. Жирафик, қараш қана сүйкімді. В общем, осы кітап, сосын раскраска, иә? Жасмин бояғын кесе, раскраска боясын. Ал не істесіңдер, кім не жасайды? Мен пластилиннен жасаймын бір нәрсе. Жасмин, сен ше? Мен болсам сурет салам. Сурет саласың ба? Хорошо, мейлі. Если что,
ана удлинитель керек болса айтыңдар, мен ана 3D ручкаға тоқ керек, соны алып неғып қосып берем. Жасмин бізде фломастермен бояп кетті раскраскасын. Сұлтанчик болса не жасайтын болдың? Снеговик жасайын дейді пластилинмен. Достар, сендерге ше пластилинмен жұмыс жасаған ұнай ма, сурет салған ұнай ма, или немен айналысқанын айт. Бос кездерінде немен айналысасыңдар, соны обязательно комментқа жазып кетіңдер. Біздің видеомыз ұнап жатқан болса, лайк басуды ұмытпаңдар. Ал онда сендер отырып жасай беріңдер. Мен оған дейін сендерге сладости дайындап келейін, хорошо? Мен бір айналып келем. Достар, мен балаларға сладости дайындап жатырмын. Тек тәттілер ғана болмай, ішінде полезный нәрселер де болсын деп жатырмын. Ішінде нақта гранат, алма, апельсин. Сосын мынандай бискрем деген печенье. И ортасына мынандай M&M's. Красочный әдемі болады, қараңыздаршы. И мынандай киндер қойын былай. Күшті ма? Маған ұнап тұр. Бірақтан балаларға қазір пранк жасағым келіп тұр. Балаларға қазір айтам, сендерге сладости дайындап қойдым, қазір алып келем деп. Бірақтан сладостидің орнына каша апаратын боламын. Ал достар, балалар мінекей жасап отыр. Жасмин, сен не істеп жатсың? Мен істеп болдым. Мәссаған, бойы отсын ба? Сен Сұлтан не істеп жатсың? Мына жақтан келдім енді, мына екі шар. Да, мына ұқсап келе жатқан сияқты. Молодец. Сендерге сладости әкеп берейін ба? Әкелейін ба? Қазір күтіңдер, онда мен сендерге сладости әкеп берем. Достар, мына жерде менде семизлаков деген каша. Қазір балаларға пранк жасаймыз, реакциясын көрейік. Балалар, сладости жеуге дайынсыңдар ма? Сюрприз! Та-дам! И это пранк. Түсінбей қалдыңдар ма? Жейсіңдер ма каша? Жемейсіңдер ма? Не алып келейін? Сладости. Да, қазір мақыл. Онда әкеп берем. Жейсіңдер, каша полезный ғой. Жейсіңдер, қарындан тойып қалмайды. Бопты, мен жасай беріңдер, қазір келем. Ал достар, мұны балаларға сладостиін әкелдім. Не істеп жатсыңдар? Оқып жатсыңдар. Бітіріңдер ме ана суреттеріңді? Да, сен же Сұлтан? Мен де біттім. Біттің ба? Снеговик ба? Қазір салыстырамыз, е? Сендерге сладости алып келдім. Наконец-то. Мәңдер алыңдар. Стандарынан. Нақып қойсаңшы. Давай, алып қойсаңдаршы мен қолымнан. Екі қолымен алып қойыңдар. Алмасақ сіз алып кетесіздер. Иә, алмасаңдар алып кетемін мен қазір. Мына жерге қойып алыңдар. Өздеріңе ыңғайландырып. Ұнады ма? Как будто мы в кинотеатре дамы. Да ты что? Очень много сладостей. M&M's дәмі өзгерген. Да? Как будто жаман болған газ дәмді екен. Дәмді екен. Олар бөлінеді ғой, бір қара, сырты, сарысы. Мынау вроде қалым сырт қандай екен. Достар, естерінде бар ма? Қандай цвет аштым мен? M&M'стің, кажется, сарысын аштым, ау деймін айдасын. Или қарасын аштым ба? Білсеңдер, комментарийға жазып кетіңдер. Астында төменде. И оны суға қойса, слигалсты, оның разноцветный түсі шығады. Достар, видео ұнап жатқан болса, лайк, коммент, подписканы ұмытпаңдар, жарайма. Бізге өте приятно, біздің ары қарай видео түсіруімізге мотивация болады. Ал енді бағана Сұлтанның айтқан снеговигін салыстырып көрейік. Мына снеговик көрейік ал. Снеговик бізде қай бетте екен? Снег деген жерде. Лето бұл. Так, снег. Зима деген жерде ма? Так, осень, весна. Бөлінеді екен ғой, ну, Австралия, Антарктида дейді. Анау, так, зима дегенде ма, точно? Так, кән. Грибы. Грибы. Мына жерде ғой, не? Бұл Евразия. Снеговик қақта. Көрсең айтаға. Так. Мына. Ал, так, көрейік, салыстырып көрейік. Мәні достар, қалай ойлайсыңдар, ұқсайды ма? Сұлтанчик ұқсатып па, ұқсатпап па? Комментарийға жазып кетіңдер. Міне. Өзім жасадым. Молодец.
ұқсаса лайк басуды ұмытпаңдар. Және де комментарияға жазып кетіңдер ұнаған болса. Сұлтан, Жасмин, челлендж ұнап жатыр ма? Иә. 24 сағатта отыра аласыңдар ма диванда? Шыдайсыңдар ма? Іштерің пысып кетпей ма? Ары қарай еще мультик көресіңдер қазір. Біздің 3D ручкамыз бар. Да, 3D ручка да бар ғой, айтпақшы, ол менде бір нәрсе жасасыңдар болады. Қазір қосып берейін, я онда. Жасайсың ба, Жасмин? Сен Жасасын. сен кітап оқып отырсың ба? Не кітап мына? Көрсетші. Мынандай кітап қой, развиваем мозг дейді. Видеть. Иә, 7 жас пен 12 жастың аралығына арналған кітап. IQ Games дейді. В общем, күшті заданиялар, мынандай логический сұрақтар бар. Киндер. Киндер ұнай ма сендерге, достар? Балалардың отырғанына уже 2 сағаттан асты, примерно 3 сағаттай болып қалды. Не істеп жатқанын көрейік. Мына қараңдар, 3D ручкамен. Не жасадың, Жасмин? Очки. Мына қараңдар, мынандай нәрсемен очки жасап киіп көрсетесің ба? Мынандай очки екен, қараңыздар. Ұнаса, комментарияға жазып кетіңіздер. Іштерің пысқан жоқ па? Кино қосып берейін ба, мультфильм ба? Иә. Компьютерден көресіңдер ма, или телевизорға ғана қосып берейін ба? Ал, достар, енді балаларға қазір мультфильм қосып берейін деп жатырмын. Мынау сендерге мультфильм көріп отырып, жеп отқанға мынандай кукурузные палочки. Ішін ашып көрші, ішінде сюрприз шығу керек. Көрейік. Көрсетші, қандай подарок шықты. Ашсайшы пакетигінен. Мына күшті, мынандай единорожка сияқты ғой, иә? Сыртындағы единорог сияқты ғой. Сол сияқты сақина сияқты. Кәндерші? Еще брелок бар екен. Да, брелок ба? Осындай сақина шықты. Мына подароктар осындай подарок келеді. Негізі шыл екен. Бізде енді сақина шықты, бірақ сәл ұқсамайды суреттегі, иә? Телевизордан балаларға мультфильм қосып бердім. Қазір мына жақта отырып, қараңғы, онша көрінбейді. Сен жақсы көрсең, иә? Достар, видеомыз ұнап жатқан болса, обязательно лайк, коммент және де подписка ұмытпаймыз, жарай ма? Балалар мені зейінмен көріп отыр. Қызық ба? Достар, сағат түнгі 11:30 болды. Бізде Жасмин мен Сұлтанчик осылай мультфильм көріп жатып ұйықтап қалыпты. Қазір үстілерін жауып қойын, мына жерді кішкене жинастырып, үстілерін жауып қоям. Енді ертең азанға таман бірақ оянады, сөйтіп біратла сабаққа баратын болады. Біздің 24 сағат диванда деген видеомыз осылай болды. Ұнаған болса, обязательно лайк басыңыздар, коммент және де подписаться етуді ұмытпаңыздар. Бұл бізге мотивация болады. Келесі тағы да қызық қылып видео түсіргенге. Ал келесі көріскенше сау болыңдар. Осылай видеомды аяқтайын.